Қайырлы күн. Бүгін дымлама дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Алдағы видеолар жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдын ала етті маринадтаймыз. Bir çay қасықта тұз, bir çay қасықта қара бұрыш, bir çay қасықта паприка. Салып, жақсылап араластырып, маринадтаймыз. Опыштарымызды дайындаймын дегенше қойып қоямыз. Картошкамыз дым үлкен болса 3-ке бөлеміз, орта үлкен болса 2-ге бөлеміз.
Қобыштарымызды тұздауға 12 грамм тұз саламыз. Бастапқы 5 минутта қатты отқа қоямыз. Сосын баяу отта 2,5 сағатта дайын болады. Біздің 2,5 сағатымыз өтті. Өзінің қаншама сорпасы шықты. Бұл дымламаға біз су қоспаймыз. Өзінің сөліменен піседі. Қаншама сорпа шықты. Міне.